Армысыздар, менің оқырмандарым. Әдеттегідей бүгін мынау сұрақ-жауап айдары. Олай болса, оқырманның сұрағына жауап беретін боламыз. Саламатсыз ба дейді. Мынау біріншіміз замерші болды, береміз дейді. Екіншіміз что-то не получается дейді. Менде варикоцеле бар еді дейді. Күйеу жазып отқан сияқты. Содан болуы мүмкін ба дейді. Енді оған операция жасау керек па, обязательно ма деп сұраған екен. Бұл жерде ескеру керек, варикоцеле болатын болса, УЗИ жасату керек болады. Ультрадыбыстық зерттеуден сатысы анықталады. Бірінші, екінші, үшінші сатысы болуы мүмкін. Егер екінші саты мен үшінші саты болатын болса, міндетті түрде ота жасау керек. Не себеп? Өйткені еркектің мынау спермасының төмен проценті түсіп кетуі, морфологияның бұзылуы осы варикоцелеге байланысты болады. Міндетті түрде ота жасау керек. Оған алдымен диагноз жасап, УЗИден точно диагноз қойғаннан кейін дәл ары қарай ота жасалынады. Сол кезде отадан кейін, варикоздан кейін мынау ұрықтың процентінің көтерілуі байқалады. Олай болса, екінші сұраққа жауап берейік. Еркектік қабілет неден төмендейді дейді. Тез бітіріп қоямын, әлсіз дейді. Қазір кезде айтатын болсақ, еркектік қабілеттің төмендеуі ең алдымен мынау режимнің бұзылуы, яғни ұйқының бұзылуы болуы мүмкін. Екінші, ағзадағы тестостерон гормонының түсіп кетуі. Үшінші, стресстік жағдайлар. Төртінші, мынау қуық асты безі, қуық жолдарындағы қабынулардың, аурулардың асқынуы осы еркектік қабілеттің төмендеуіне алып келеді. Төртінші жағдайлар жаңағы ағзадағы дәрумендердің төмендеп кетуі. Ағзадағы ДТ дәруменнің төмендеуі, фолий қышқылының төмендеуі еркектік қабілетті төмендетеді. Сонымен қатар айта кететін жағдай, қуық асты безінің әртүрлі инфекциямен асқынулары, уретрит болу әсері осы еркектік қабілетке әсерін тигізеді. Өйткені ағзаға иммунитетті төмендетуіне алып келетін, яғни вирустардың, бактериялардың ағзада көбеюі әрине ол еркектік қабілетті төмендетуге бірден бір себеп болып табылады. Және де мынау отырып жұмыс істейтін ер азаматтарда қозғалыс болмағаннан кейін жамбас қуысында қан айналымының төмендеуі еркектік қабілетті төмендетеді. Соған байланысты бұның шешімі әрине спорт, қозғалыс, дұрыс тамақтану, ұйқы. Сонымен қатар витаминдерді қабылдасаңыз, еркектік қабілетіңіз көтеріледі. Келесі сұраққа жауап берсек, ұрық сапасын қалай көтеремін дейді. Ең маңызды сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Үшем кішкентай қалай өсіруге болады деп жазған екен. Ең алдымен ұрық сапасының төмендеп кету себебі ең алдымен тексеру керек. Міндетті түрде жыныстық инфекцияларға тексеру керек. Егер жыныстық инфекцияның кесірінен төмендеп кетсе, соның көзін жою керек. Осы кезде көтеріледі. Екінші, мынау варикоцеле болса, оның қалпына келтіру. Үшінші, жаңағы иммунитет төмендейтін болса, дәрумендерді ішу арқылы ұрығыңыздың сапасын көтере аласыз. Енді қандай дәрумендер ішсе болады деп сұрайды. Мынау аптекада сатылатын витаминдер, спиратон, спемак сияқты препараттар. Сонымен қатар омега-3 дәрумендері, D3 витаминдері, фолий қышқыл витаминдері. Сонымен қатар қосымша басқа фирмалардың MV, жаңағы мынау iHerb, Faberlic сияқты компания витаминдерін қабылдасаңыз болады. Осы кезде жаңағы сіздің сперматозоидтарыңыз күшейеді. Ал енді мүшенің өшіруге келетін болсақ, бұл жерде барлығы мүшесі өше бермейді, жігіттер. Егер ағзада ауытқу гормоннан болатын болса, гормондарды қабылдаған кезде оны дәрігер эндокринолог пен андролог шешеді. Оның қандай гормонды тапсыру керек, оны білу керек. Егер ағзаңызда тестостерон, гонадотропин гормондардың жетіспеушілігі болса, оған арнайы салатын уколдары бар. Гонадотропин уколдары, сосын қатар тестостерон. Оны көрінгенге сала беруге болмайды. Ол үшін арнайы көрсеткіш болу керек. Ал енді екінші жағдай лигаментотомия, яғни ұзартуға операция арқылы созуға болады. Үшінші, помпамен ұзартуға, сонымен қатар экстензия аппаратын қолдану арқылы мүшеңізді соза аласыз. Оған да тікелей көрсеткіш болу керек. Егер сіздің мүшеңіз қалыпты болса, тиісудің қажеті жоқ. Келесі сұраққа жауап берсек, варикоцелеге операция өзіңіз жасайсыз ба дейді. Варикоцелеге біз орталықта операциялық зал болмағаннан кейін біз ота жасамаймыз. Ота жасайтын орталықтарға жібереміз. Негізінде біздің диагностикадан варикоцеле анықталатын болса, арнайы біздің әріптестерімізге жібереміз, олар операция жасайды. Келесі сұраққа жауап берсек, ассалаумағалейкум дейді. 30 сағат цистит болған әйел адам бала көтере ме? Өте қызық сұрақ екен. Әрине бұл жерде цистит болған әйел болсын, бала көтеру мүмкіндігі болады. Ол цистит бұл қуық мойнының қабынуы, қуықтың қабырғасының қабынуы. Соған байланысты бұл зәр шығару жолындағы патология. Бұл жердегі қоздырғышы бактерия болуы мүмкін, салқындағаннан болуы мүмкін, геморройлық түрі қан аралас цистит болуы мүмкін.
соған байланысты қабыну кетіргеннен кейін, ағза қалпына келгеннен кейін әрине бала көтере алады. Цистит болған әйелде бала көтермеу деген түсінік жоқ. Соған байланысты цистит бұл зәр шығару жолындағы патология, әйел кісілердің қуығында болады. Ал енді бұл бала көтеруге ешқандай кедергі жасамайды. Ал енді бұл жерде әйелдердің аналық безінде патология болатын болса, киста болатын болса, және басқа да мынау миома болатын болса, одан кейін турбаларының әйел кісілердің бітелуі болатын болса, осы кезде бала көтеру мүмкіндігі қиын болуы мүмкін. Ал басқа кезде гормондық бұзылыстар келуі мүмкін. Басқа кезде әйел бала көтере алады. Келесі сұраққа кезек берсек, ұрық сапасын жақсарту үшін не істеу керек, қандай дәрі ішу керек? Енді бұл сұрақты жаңа айтып кеттім деп ойлаймын. Дәрумендер ішу керек, ұрық сапасының түсіп кеткен себебін анықтау керек. Мына жерде сұрақты, енді біраз сұрақтардың жауабын айттық. Соған байланысты енді бүгінгі бізді көріп отырған оқырмандар болса, әрине бірінші дәрі-дәрмек ішпес бұрын алдымен тексерістен өтіңіздер. Өйткені кей жағдайлар болады, сіз дәрі-дәрмек ішесіз, нәтиже болмауы мүмкін. Не себепті? Өйткені ағзаңызда инфекция жүруі мүмкін. Мынау жыныстық инфекциялар болмаса, жаңағы ағзаңызда қабыну болуы мүмкін. Сол сияқты мынау варикоз аурулары болуы мүмкін. Сол сияқты осы аталған патологиялар анықталатын болса, әрине бұл ұрық сапасы болсын, басқа жағдай эффект бере бермейді, яғни нәтиже бола бермейді. Осы нәтиже болу үшін осы жағдайлардың алдымен себебін тауып емделетін болсаңыз, нәтиже болады. Ал енді достар, бүгінгі мынау сұрақ-жауап айдары сізге ұнаған болса, міндетті түрде пікір қалдырып кетіңіздер. Ең маңызды сұрақтарды біз теріп алып жауап беретін боламыз. Келесіде тағы да қандай тақырыпты қозғағанымызды қалайсыздар, астына өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сау, сәлеметті болыңыздар.